Денеден шығатын тер адам ағзасында жүретін маңызды функциялардың бірі. Тер артық сұйықтық болғандықтан оның сыртқа шығуы заңдылық. Бірақ бұл сұйықтық шамадан тыс мөлшерде көп шықса, адам үшін ыңғайсыздық тудырады. Тершең адамның бойынан тәулік бойы 3 литрден 14 литрге дейін тер бөлініп шығуы мүмкін. Бұл дегеніміз ағзамызда қандайды бір ақаудың бар екенін білдіреді. Күнделікті жағдайда адам дене еңбегімен айналысқан кезде, яғни көп қимыл жасаған кезде, тамақ ішкенде немесе бір нәрсені уайымдағанда, қуанғанда денесінен тер бөлініп шығады. Қалыпты түрде тердің шығуы ағза үшін өте маңызды. Терлеу арқылы біз бүйректегі артық сұйықтықты сыртқа шығарып тазарамыз. Шамадан тыс тершеңдік жүйке жүйесі зақымданған адамдарда жиі кездеседі екен. Себебі олар эмоцияға берілгіш келгеннен кейін ағзасы әртүрлі жағдайлардағы әртүрлі эмоциялық толғаныс кезінде терді шығарып отырады. Бұған жеңіл-желпі қарамау керек. Емханаға барып, тершеңдікті аурудың алғашқы белгісі санап, дәрігердің көмегіне жүгінгеніңіз дұрыс болады. Тіпті тершеңдік қант диабеті, инфекциялық ауру, семіздік, жүрек қан тамыр ауруларының да ең алғашқы белгілері болып саналуы мүмкін. Көпшілік адам қолтығы және табандарының шамадан тыс терлеуінен, яғни гипергидроздан зардап шегіп жатады. Әрине, терлегеннен кейін оның өзіне тән жағымсыз иісі болады. Жағымсыз иіс шықпау үшін әр кеште жуынғаннан кейін 1 шай қасық ас содасы және 1 шай ас қасық тұзды 200 мг суда ерітіп, мақтамен оны сүртіп тұру керек. Сонымен қоса түймедақ тұнбасы да сізге көмектеседі. Ол үшін дәріханадан алған шөптің 3 ас қасығын 150 грамм қайнап тұрған суға салып, бетін жауып қоясыз. 1 сағаттан кейін дайын болған сусынды қолтығыңызға жағып қойыңыз. Сонымен бірге түймедақты ванна қабылдап тұрсаңыз, ағзаңыз да жақсы демалады. Күнделікті суға шомылған кезде ваннаға 3-4 тамшы кез келген хош иісті эфир майын тамызып, ұзақ уақытқа дейін жатыңыз. Бұл сіздің бүкіл денеңіздің жағымды иіс шығып тұруға көмектеседі. Бұл пайдалы кеңестер тердің иісінің алдын алуға арналған. Сондықтан уақытты жоғалтпай, дәрігерге көрінгеніңіз дұрыс.